Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай және өте қарапайым қолжетімді заттардан тұратын өте жеңіл майонез бен салаттың рецебін ұсынатын боламын. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдыменен жуылған қиярларымыздың қажет емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Және қиярымыздың ортасынан кесіп, кішкене ірілеу етіп турап шығатын боламыз. Дәл осындай ғып турап шығамыз. Толық рецепті достар төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден қарап көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Менде дәл осы рецеппенен 2 тарелке салат шықты. Келесі кезекте қызанақтарымызды алып, қажет емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Қызанақтарымызды да кішкене ірілеу етіп турап аламыз, 4 бұрышты етіп. Турап алған қызанағымызды шұңғыл ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте қайнатылған жұмыртқамызды да ірілеу етіп турап алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Дәмі деген өте керемет болып шығады және өте жылдам жасалатын салаттардың бірі. Келесі кезекте осылай салат жапырағын ірілеу етіп кесеміз, немесе қолмен үзіп шықсаңыздар да бола береді. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Барлығын турап алдық. Және майонезімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне салатымыз дайын болды. 5 минутқа қалдырамыз, тұзы жақсы сіңуі үшін. Осы аралықта бетіне себетін сырымызды үкіштің майда көзінен өткізіп аламыз жақсылап. Міне дайындап алдық. Енді тарелкелерімізді алып, дайын болған салатымызды саламыз. Міне 2 тарелка салат шықты. Енді алдын ала өткізген сырымызды үстінен сеуіп шығамыз. Сырымыз салатымызға одан сайын ерекше дәм беретін болады. Және ең үстінен осындай қытырлақ нан, яғни кириешкенің кез келген өзіңізге ұнайтын дәмін алып, осылай үстінен қойып шығатын боламыз. Міне салатымыз осыменен дайын. Өте жылдам жасалатын салат. Кез келген қонақтың көңілінен шығатыны сөзсіз. Күнделікті жасауға да, кез келген мерекелік дастархандарға да жасап қоя берсеңіздер болады. Салатымыздың дәмін көрейік. Өте дәмді болып шықты салатымыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де аз болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және арнамда көптеген рецепттер бар, қарап шықсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.